Сәлем достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Бізде бүгін муравейник өте оңай, үйдегі бар заттардан жасалады десем де болады. Жасап көріңіздер және видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге ең алдымен керегі 300 грамм сары май, жұмыртқа және де сода, ұн керек болады. Үйдегі бар заттардан десем де болады. Яғни ең алдымен біз осылай сары майымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі қылып, үстіне жұмыртқамызды және ұн мен содамызды араластырып қамыр илеп аламыз. Мінекей менде қамыр дайын, қамыр песочный болады. Мен осылай екі бөлікке бөліп алдым. Қамырым шамалы бөліңкі сондай болып тұр. Осылай болады, еш нәрсе қылмайды. Біз бұны екі бөлікке бөліп, мен пищевой пленкаға салып, морозилкаға салып қойдым. Морозилкада ең аз дегенде жарты сағатта тұрсын, себебі жаңағыдай біз теркадан өткізген кезде әдемі өзіңізге ыңғайлы болады. Мен осылай екі бөлікке бөлгеннен кейін жұқалау қылып, өзіме ыңғайлы формада реттеп морозилкаға салып қойдым. Мінекей менде уже жарты сағат өтті арада. Жарты сағатқа қойған қамырым енді дайын болып тұр. Мен енді осыны жақсылап теркадан өткіземін. Теркадан өздеріңіздің қалаған формадағы теркаларыңызбен өткізе беріңіздер. Мінекей мен осылай бөліп, өзіме ыңғайлы қылып теркадан өткізіп алдым. Мінекей осылайнан бір келкі табамызға бір қабат қылып осылайнан үгітіп шығамыз. Теркадан өткізіп, пеште 180 градуста бір 10 минут тұрса жеткілікті. Мен ішіне жержаңғақ қостым. Өзіме осы жержаңғақ қана ұнайды. Егер мейіз, өрік, өздеріңіз қалауынша бәрін қоссаңыздар да болады. Қалауларыңызша. Мен осылай жержаңғақ қостым. Енді қараңыздар, менде 10 минут тұрған корждарым пісті. Өте песочный болған, үгітіліп тұрады. Қатты езуді үгітудің қажет жоқ, үгітіліп кетеді. Сол үшін бір рет қана үгітіп, ірілерін үгітіп шықсаңыздар болды. Мінекей қараңыздар, осылай үгітіп алып, осылай болды. И үстіне бізде жержаңғағын салып араластырып шықтым. Сгущенка, вареный сгущенка қостым. Сгущенка болса да бола береді, еш нәрсе қылмайды.
мінекей бізде корждарымыз уже дайын. Менде осындай бір штук стаканым бар. Осы муравейникке арнап қойған. Формасы өзіме қатты ұнайды. Осылайынан әр істеген сайын арасын сулап отырасыз. Міндетті түрде ұмытып кетпеңіз. Себебі түсуі, оңай түсуі осыған байланысты. Осылай сулап алғаннан кейін ішін жақсылап нығыздаңыздар. Формасының әдемі шығуы нығыздағанына байланысты. Мінекей осылайынан түсуі оңай, ешқандай қиын емес. Қараңыздар, өте әдемі, ерекше болып түсіп жатыр. Арасын сулауды және нығыздауды ұмытпаңыздар. Мен бетіне сән үшін сахарный пудра септім. Мүмкін сахарный пудра болсын, шоколадпен де әдемі болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.